Olsa vaxtlarına şu bir çay içip qaytaş ki biri var ya. Hani ya. Kim aytırım özümün kızım uksap. Ya. Ya. Çözey. Sim, mexe no... Mexe no... Kızlar Selim. Düşündüm. Adamların yolladığı meselelerin Instagram arқылы ойлау керек. Сондықтан да мен депутат боламын деп шештім. Айнура, можешь, пожалуйста, расскажешь, степени ештеңе қалмады ма? А чего? Жолдардың барлығы депутат болып жүр ғой. Мысалы, Илья Шоқан Төле, мен оларға қай жерге жүретін. И вообще-то мен оларға қарағанда подписчиктерім көп түсініңдер ма? Білесің, Айнура, депутат болатын баяғыдан бері ештеңе ұйықтаған жоқсың ба сен? Неге? Осы депутаттарға өздерінің саяси бағдарламалары болады сенің бетін құрдым ба? Әрине құрдым. Менің бірінші заң жобам ол мың теңге прямой эфирге кіруге. Ой, ал екінші жобам ладно, ничего страшного, вы как-то сейчас кеше мне кажется, в парламентте Инстаграмға байланысқан заттардың сізде хотя бы халыққа арналған заң бар ма? И мысалы түнгі клубтарда қызметкерлерді кейде сырғызу. Оларда жалпы жаңағы дресс-кодты да тексермейді, контроль да болмайды. Қалай? И зейнеткерлер клубқа да бармайды. Неге бармайды? Біз оларға льгота жасаймыз, оларға тегін вип береміз, вип орындар жасаймыз, және олар табыстарда өздері вообще-то меня видео снимите, а? И будем подписчиками это жолдама жасап так, екі штук құрметті менің подписчиктерім, жаңа дәуірдің қарсаңында мен өзімнің инстаграм халқыма жолдама жасаймын. Менің профайлым 2020 жылы 30 тонна аккаунттардың қатарына қосылу керек. Менің басты мақсатым фейк аккаунттармен күресу, 4G интернет сапасын арттыру және де сәтчаттың модернизациясы. Егер сіздер маған дауыс берсеңіздер, мен сіздерге сөз беремін. Сіздердің подписчиктеріңізбен лайктарыңызбен және мен сіздерге смартфон кірейін. Мен күнде айында жылға дауыс бер. Өмірім инстаграмда болды. Нафиса, қалай саған? Нормально ма? Tamam, kan mutlu. Tamam da.
Жуынатын бөлмеде қайта тығылып отыр. Иә, мұнда ең күштісі мен. Дөңкей өзі